Сендер кешіккеннен кейін Фатиманы нанға жұмсап жібердім деп айтам. Жыбырламай енді. Дәл осылай Фатима күшті. Демалмай отырған жоқсың ба? Жүр болды, шығал. Я не выйду, пока она меня не найдет. Видео басталғанша сіздер лайк басуды ұмытпаңыздар. Мама Санара. Бүгін біз Аружанға пран жасаймыз. И Мұхамеджанға да. Я. Екеуі қазір лыжымен сырғанауға, папасы үшеуі тауға кетіп қалды. Қазір олар келеді. Біз Фатиманың каналында вообще пранк шыққан емес, я, Фатима? Бірінші рет пранк жасайын деп тұр Аружанға. В общем, қазір Аружандар келеді. Есік тақылдаған кезде, қазір тығылатын жерді көрсетеміз. Сол жерге тығылып қалады. Фатима мен тығамда. Сосын үндемей отырам, Аружандар сұрайды, Фатима қайда деп. Магазинге нанға, как раз нан ала келіңдер деп сообщение жазып жібергем. Сосын сендер кешіккеннен кейін Фатиманы нанға жұмсап жібердім деп айтам. Иә? Қалай болады екен? Бірінші рет Фатима пранк жасайын деп тұр. Сондықтан сіздер қолдап кетіңіздер Фатиманы. Бұдан кейін Аружанға, Мұхамеджанға жиі пранк жасап тұрамыз Фатима екеуміз, иә? Кеттік ал. Сіздерге көрсетейін мен. Міне, в общем, залда бізде мынандай бұрыш бар. На перде жабылып тұрады негізі постоянно осылайынан. Бізде қазір қараңғы. Міне, осы көрпені біз чуть-чуть аштық, негізі тақалып тұратын еді былай қарай. Қазір ашып, Фатима осылай кіреді, на пердені былай істеп, в общем, қазір былайынан көрсетем сіздерге. Мінекей. Сен қозғалмай отыру керексің, Фатима. Олар даже подозревать етпейді деп ойлаймын. Специально мынаны бүйтіп мұж-мұж қып диванның үстіне төсейтін ғой. Соны өстіп қойып қойдық. Біз осы 2-3 күн бұрын қонақ болған үйде. Солардың пайдаланған көрпелері, төсектер ғой. Мен Мұстафа адамды қорқытып. Сол өшерге сол күйі тұрда жинамадық. Я, Мұстафа ғой. Енді ана бұрыш как раз күшті да. Олар даже подозревать етпейді деп ойлаймын мен. На все 100. Я, Фатима? Сен қозғалмай отыру керексің. Ал отыр шал. Көрейік шал. Отыр, жыбырламай енді. Дәл осылай Фатима күшті. Дәл солай қозғалмай отыр жүрек. Демалмай отырған жоқсың ба? Күшті болып отыр Фатима. В общем, қазір күшті пранк жасаймыз енді. Реакцияларын мен көрсетуге тырысам. Қандай істейміз? Мұхамеджанға да, Аружанға да есіктен кірген кезде айтам, Фатима нанға кетіп қалды деймін. Сосын екеуінің реакциясын бірге көретін боласыздар. Иә? Қызықпа саған? Бірінші рет пранк. Тақылдамады, Мұстафа банкымен ойнап жүр. Все, давай енді біз дайындалайық. Алыстан көрсетейін сіздерге. Әне, көрпе солай тұр, пердені солай ашып қойдық специально бүгін. На жігіт на жерде тұр бізде. Фатима негізі сабағын оқып жатқан, аяқ асты осындай пранк ойымызға келді. Сонымен бастап кеттік енді. Нәкісін істеп тұр. Пранк жасауға дайынсыз ба? Ағау, печенье тауып апты ғой мына кісі. Ана жақсы тұр ғой? Жа банктен алып жүрді ма? Сол, в общем, дайынбыз енді. Тек күтіп отырмыз. Бір 5-10 минутта келіп қалу керек негізі. Сағат 6-да келеміз деген 6-ға 10 минут бар. Мен аяқ киімінде келемін өйткені. Тығып қоймасақ қазір олар сразу кіреді, аяқ киім тұр ғой дейді. Давай тық. Астына тық. Ар жақ шетін көрінбейді. Мына жерден аяқ киім таппайды, в общем. Все. Ертең тауып аламыз ғой енді, ұмытып қалмайтын шығармыз. Қорықпа. Сіздердің дауысын бастық. Отыр. Тақылдатып жатыр, естіп жатсыздар ма? Қозғалма, Фатима. Кеттім мен есікті ашуға. Кім? Ой, құдай, тек бүткілін жауып аппыз ғой. Ачо, жалғыз өзің келдің ба? Мен таксимен жүріп кетті өзім. Не өтіріп пранк жасап жатсың? Келатыр ма? Мә, сен нан әкелдің ба не? Батон жоқ болды. Майо, мен нанға Фатиманы жұмсап жүріп едім ғой. Фатима барамайды ғой. Кетті бүгін бірінші рет. Қайтем енді, нан жоқ үйде. Фатима бара бірлесіп. Мен
6 жасымда или 5 жасымда өзім барғам достарым. Сен жігіт емессің ба? Мен 4 жасымда, 5 жасымда Ақтөбеде боламын да. Анау қарыз қалам да. Нанды ма? Иә, сіз мен айтасыз барып келші. Ойбай, нан қарыз қалдық па не датабы? Нан алғам да. Сол кезінде қанша теңге деп. Сіздер нан әкепсіздер ғой, иә? Иә. Мен Фатиманы нанға жұмсап жібергем ғой. Сөйтсем, сіздер де нан әкепсіздер ғой. Ой, енді бағанан бері қарным ашып кетті, сонымен Фатимаға бірінші рет жұмсап жүргесің ғой. Несен әкелді ма? Кетті сол. Дәулеттің магазиніне жұмсап жүрдім. Қуасыз ба? Қумадым. Просто папасына есік жаба тұрыңызшы деп айтып жатырмын. Не екеуің құрылып тұрсың? Не істейсіңдер енді? Қайсың біреуің барып пеңдер енді? Сіңірің емес, қарындасың. Мынау аяқтай сасыншы. Қарызға алдым да. Мына аяққа тұрып айтшы, әкең кіре берсін. Қанша теңге алғанды ұмыта берем да. Анау жарып жоға барымда. Йома, ұмыт кеттім қанша қарыз екенін. Сосын қайтып барам да. Сондай едің ғой сен. Қалдым сосын. Кет бара бердім ғой. Бірнеше рет барғасың. В общем, қайсың барасыңдар енді Фатимаға? Қолыңда не? Не қолдарыңда? Не нәрсе? Нан, самса. Қаншаны сен қойшы көтмейдің? Бармай-ақ қойыңдар, қазір өзі кеп қалатын шығар. Мамда өз магазине өзі мынандай қараңғыда. Енді не істеймін енді, нан жоқ үйде. Сендер деген бір сағаттан асып кетті ғой, келеміз деп. Жүр барып келсей. Сен барып кеш. Анау бармайды железіне, білесің ғой. Сіңіліңе жаның ашымай ма еле? Ашай ма? Жүгір, как раз курткаң бәрі қолыңда. Жүгір. Давай, я? Мен чай жөндей берем. Я? Кетіп есеп шығарып отырған, сосын Мұстафаның қарны ашып, жылап сөйтіп кетті. Сосын амал жоқ, Фатима баруына тура. Бананды қазір алдырдым. Қазір Фатима кеткен кезде келді банан. Магнумға заказ бердім, сол нанды заказ беруге ұмытып кеткем ғой. Не майкымен жүрсің? Еще майк оверсайз қып не істеп алдың? Жолда менің телефоныма түсірегеш мә өзің, Ару? Сөйтесің ғой. Кетіп баратыр, киініп жатыр. Мынаның жаны ашымайды, мына баланың. Аружанды көрмедің ба сен? Бұл машинаға жұмсап жіберген ғой, бұны сол машинаға барып кетті. Аружанды көрмедің ба жолдан? Мә, көтеріліп келатыр. Екінші этаж. Ойбай, мама. Келатыр. Бұттамызды шығарады ғой қазір. Аружан магазинге жете берген кезде папасының телефонынан звондадым менің телефоныма. Пранк болатын, кел деп, соған жынданып, жолынып, жұлқынып келді ғой бұл. Болды, Фатима, шыға бер. Сен ешкім істемейді. Жолынып келді ғой, ана тәтең бірдеме тындырғандай болып. Жүр болды, шыға. Я не выйду, пока она меня не найдет. Хайда, ол сен даже іздемейді да, Фатима. Мам, скажите, пока ты меня не найдет, тогда я не выйду. Мұхаммеджан, Фатима қайда деп ойлайсың? Не күлесің? Не тауық қойдың ба не? Что-то цветет, конечно. Да, білініп тұрды ма не? Білініп тұрды ма не? Теперь Аружан прячет. Аружан іздемейді да, ол жұлынып кетті. Адам емес Аружан. Фатима, ты не боялась? Ты не боялась? Аружан еще боится. Неден қорқады? Я живу с ним. Соны айтам, видеоға неден қорқады? Бармады ма не? Саған қорқынышты болған жоқ, я, Фатима? Нормально болды, я? Магазинға бармайды. Бірінші барған жоқ, сендерге пранк жасаған жоқ бізға. Анау соны іздедім деп жауап деген жоқ па? Ана, тақаматсың, долго Тығық қой енді. Фатима?
Фатима, ал енді не айтасыз? Пранк жасаған қиын болды ма, оңай болды ма? Это было легко. Удался ма, не удался ма? Қалай ойлайсың? Я думаю, удался. Удался, я, потому что Аружан барып келді, Мұхамеджан тоже біраз алай-былай іздеді. В общем, удался, я, бірінші пранк. Аружанды жылатты. Екінші пранкты жасаймыз ба не? Жасайсың ба не? Екінші пранкқа ойы бар ғой мына қыздың. Все, давай подписчиктеріңмен қоштас. Екінші пранкты келесі видеода жасайсың, Фатима. Ну, сразу екі пранк бірақ жасап тастамақшы ғой. Давай қоштасайық. Еще один снимем, что? Ей, сосын. Давай пока десей. Пока десей. Кеткістен кесірінен Аружанмен ренжістік. Все, балалар, давайте. Келесі видеода Фатимадан пранк іздейміз. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пока-пока. И все, пока-пока.